Жақсы, келесі жұп алдарыңызда Олжас және Мадина Садуақасова. Пападар жоқ. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі концерт өзі маған айтқан кезде қызық айтты, бір әнші, бір әзілкештен команда болып жарысамыз деп. Мен не істеймін, мен кіммен шығамын, сен Мадинамен. Мен не істеймін, сен білмеймін, Мадинамен бірдеңе істе дейді. Сол менде онда ештеңе жоқ. Сол ештеңе жоқ та, мен соны айтайын деп шықтым сіздерге. Сол бірақ сізден кешірім сұраймын енді бірақ мен осындай қысылған кезде үнемі көмектесіп қыз алатынын шығарып жүретін бір ағаларым бар. Бүгін де сол ағаларымнан бір көмек сұрап тұрмын. Қазір ортаға шақырайын деп тұрмын. Белгілі ақын, барлықтарыңыз телевизордан көріп жүрсіздер. Айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерманов ағамызды ортаға шақырайын. Бүгін мен үшін сол кісі жарысады. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум ағайын. Армысыздар қазақ өнерінің, айтыс өнерінің шенжанашылары. Қазақ өз тойшылық алып қой. Өзі думанды жақсы көреміз, тауық сайранды жақсы көреміз. Бірақ мен қазір мынау ақындар айтысын қойғанмын қазір, айтысты қойдым қазір. Ақындар айтысын қойып, оны жауып, қазір әкімдер айтысын ашып алдық қазір. Қазір бүгінгі мынау концерттің алғашқы осы әкімдердің алғашқы жұбын осы концертке алып келіп отырмыз. Мынау енді тамаша айтыс болады ғой деген үміттеміз. Бүгінгі осы әкімдердің ішінен таңдау екі әкімге түсті. Республикаға ең танымал, ең беделді деген екі әкім таңдадық. Бірі осы өнердің рухани жанашыры, бүгінде мынау елорданы басқарып отырған Иманғали Тасмағамбетов мырза. Иманғали Нұрғойынның айтысқа түсетін Алматы шаһарын басқарып отырған Ахметжан Есімов мырза. Осы ақындарды қазір ортаға шақырмас бұрын осы айтысты ашып беру үшін қазір арамызға құрметті қонақ болып келіп отырған бір мейман бар. Сол мейманды ортаға шақырмай тұрып, мына қазылар алқасының жөнімен таныстырып кетейін. Тағы бір рет мына айтыстың қазылары өзінше болады. Мына жақта мінекей көріп отырсыздар, Асанқайғы бабамыз таңғы сағат 6-та туған деп сатир әлемінде жар салған Уәлібек Әбдірайымов мырза отыр бүгін қажымыз. Одан кейін Асанқайғы бабамыз 6 емес 6-тан тура 10 минут кеткенде туған деп жар салған Көпен Әмірбек мырза отыр. Жоқ, ол Асанқайғы бабамыз ол туған кезде уақыт сағат болған жоқ. Ол күн шыққан кезде туған деп жар салған Талант Арғынғали бар отыр. Одан кейін олардікі жиын далбазы Асанқайғы бабамыз біздің ауылда туған кезінде көкемнің көзін көргем деп кандидаттық диссертация қорғаған Қалқаман Сарин отыр. Жақсы, рахмет. Сонымен айтысты бірінші болып бастайтын Алматы. Ассалаумағалейкум әлеумет. Армысыздар алматылықтар. Иманғали Нұрғали, біз Алматы бастайды деп хабарлады. Кешіріңіздер, әлі үйрене алмай жатырмын әлі. Жақсы, Алматы бастайсыз. Ахметжан Смағұлы, айтысты сіз бастайсыз. Бастаңыз. Кеттік. Ахметжан Смағұлы. Алматылықтар, дорогие алматинцы, гости бывшей столицы, ladies and gentlemen of the Kazakhstan, my name is Ahmedjan. Come on, everybody, welcome Иманғали. Мен бастаймын оратор. Қатырыпсан басымды, қаншама шаруатыңды, развязка жолдары бар, сағындым Алматымды. Тек қалған көктөбені, көліктер кептеледі, сіз келіп қала жұрты. Felikte köp debedi, ay, Felikte köp debedi, ay, sağındım
атымды. Қамшылаймын атымды, шабам ба деп ақу, егесе деп жолдарын салам ба деп қаләулім ай. Күнде жиын жасаймын базарға кеп ақу, осы жолы тошына жабам ба деп қаләулім ай. Көкті түнді көліктен, озып кеттім белікпен, мен сияқты великпен жұмысқа кеп көрсең ай. Алматы мен қоғалай, пробканың азабай, көп развязка не керек, метро болса болған ай. Астанамыз оттай жанып, жүрегімді шоқтай қарып, Елордаға барғанымда мерейтойлар қаптай қалып, нананай. Атқардым істің бәріндей, мазалап бірде мені пәтер сұрап кіргендері, дольшіктердің шу шығарып, үйін даулап жүргендері, нананай. Алдай теріп, оттай болып, Азияда алауындай жанадей. Әкімдері сөбеттер мекенен көген көжер шалмай, жол картасын мықтап қолға алмай, ай. Гүлдірде гүлдір етіппен езім бармай, Алматының метросындай, ай. Жақсы, ақындар, уақыт осымен дамыды. Мен бір ауыз айтайын, содан кейін аяқтаймыз. Ал қошемет құрметті ақтаймын. Бір ауыз. Сөз айтайын жүрсінен уақыт сұрап, енді келсең метро ашып тұрат, Алматының астымен саулап жүрер, сенен гөрі мен екем бақыттырақ. Алматының астымен саулап жүрер, сенен гөрі мен екем бақыттырақ. Алматы мен Астана достала ғой, басқала ғой, адуши басқара ғой, Оралыңның барында ойнада гүл. Ән салдырған ақмаржан, тамсандырған ақмаржан дайдададым. Казанне тоқтай қалып, екі көзің оттай жанып, коммунистер бұрын бізді Пидманула, Пидвилла. Өз елім түрленді де, өз жерім гүлденді де, талай елді әлемдегі зумыразу мазвила. Бұрынғының көсемдері, компартия шешендері, коммунизм орнатам деп Пидманула, Пидвилла. Бой көтерген артада, картада тұр ортада, талай елді Астана, зумыразу мазвила. Салдырған ақмаржан, тамсандырған ақмаржан дайдададым. Казанне тоқтай қалып, екі көзің оттай жанып, коммунистер бұрын бізді Пидманула, Пидвилла. Өз елім түрленді де, өз жерім гүлденді де, талай елді әлемдегі зумыразу мазвила. Бұрынғының көсемдері, компартия шешендері, коммунизм орнатам деп Пидманула, Пидвилла. Бой көтерген артада, картада тұр ортада, талай елді Астана, зумыразу мазвила.
бір ағашта екі алма, мен де алмайын, сен де алма, бірлігіміз жарасар, берекелі ел барда. Алма ағаштың гүліндей, текеметтің түріндей, жолын тауып жүлдеге жетейікші сүрінбей. Уақытымыз таяп қалды, айтысымыз аяқталды, құтты болсын мереке, арта берсін береке. Алматы мен Астана бір-біріне дос қала, айтысымыз көрерменді зумаразы мазвилла. Алматы мен Астана бір-біріне дос қала, айтысымыз көрерменді зумаразы мазвилла. Әкімдер айысы жақсы болды. Әкімдер айысы сөз кешіріңіздер. Алғашқы әкімдер жұмын тамашаладыңыздар. Келесі әкімдердің айысатын жұбы Астана Ақмола облысының әкімі Деченко мен Қостанай облысының әкімі Кулагиннің айысын тамашалайтын боласыздар. Айыстан кейін бүгін ардаларыңызға шатын бүгін өзі тамаша әнін алып келіп отыр. Осы өлеңнің сөзін жазған осында Ринат Зайытов бауырымыз екен бізде. Одан кейін Лұқпан Жолдас әнін жазған Сенім дейтін әнмен келіп отырған Мадина Сәдуақасова. Олжас Сыдықбеков және Мадина Сәдуақасова. Бәрекелді, Олжас